Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары файл мен бума. Бүгінгі сабақта файл, бума, жарлық ұғымдарымен танысамыз және компьютердің негізгі қосымша құрылғыларымен танысатын боламыз. Компьютер қазіргі таңда өміріміздің ажырамас бір бөлігіне айналған құрылғы десек болады. Компьютер біздің цифрлық досымыз. Ол 4 маңызды бөліктен тұрады. Осы құрылғылармен бірге жұмыс істеп, компьютерді өте пайдалы машинаға айналдырады. Әр құрылғының өзінің атқаратын қызметі және міндеті бар. Енді сол құрылғылармен жақынырақ танысайық. Келесі видеоға назар аударыңыздар. Сәлем, балалар. Мен монитор. Компьютердің көзі де, беті де мен болмаса ештеңені көре алмайсыңдар. Экранда суреттер, ойындар, фильмдер, тіпті тапсырмалар бәрін мен көрсетемін. Міне ойындар. Басыңдар да ойнап көріңдер. Сәлеметсіңдер ме? Мен процессор, компьютердің миы. Сендер берген тапсырмаларды жылдам орындаймын, есептеймін, сақтаймын, ойлаймын. Ойын ойнағанда, видео көргенде, бағдарлама ашқанда, бәрін мен басқарамын. Ал сәлем достар, мен перне тақта. Сендер маған әріптерді бассаңдар, мен компьютерге хабар жеткіземін. Мынау А, В, С әріптерді тересіңдер. Ал міне Enter бұйрық беремін. Менімен әңгіме жазасың, ойын ойнайсың, тіпті пароль енгізесің. Кеттік, бірге терейік. Мерде достар, сәлем. Мен Тінтур. Мен сендерге экрандағы көрсеткішті басқарып беремін. Қайда апарсаң, сонда жүгіремін. Ойын ойнағанда да, сурет салғанда да мен көмектесемін. Менімен жұмыс істеу оңай. Бір рет бас, екі рет бас, ұстап апар. Бітті. Компьютердің негізгі құрылғыларынан басқа қосымша құрылғылар да болады. Компьютерге көптеген пайдалы құрылғыларды қосуға болады. Олар компьютерді одан да қызықты және пайдалы етеді. Енді сол құрылғылармен әрқайсымен жеке-жеке танысайық. Принтер. Бұл сиқырлы машина. Ол компьютердегі суреттер мен мәтіндерді қағазға шығарады. Сканер. Бұл керісінше жұмыс жасайтын құрылғы, яғни ол қағаздағы суреттер мен жазуларды компьютерге көшіреді. Келесі құрылғымыз құлаққап. Музыка тыңдауға және дыбыс естуге арналған құрылғы. Ол дыбысты тек сен ғана естисің, басқалары естімейді. Бұны біз күнделікті өмірде пайдаланып жүрміз. Микрофон. Дауысыңды жазуға және басқа да адамдармен сөйлесуге арналған құрылғы. Ол сенің дауысыңды компьютерге жеткізеді. Флешка. Кішкентай болғанымен, бірақ ол өте пайдалы. Файлдарды бір компьютерден екінші компьютерге көшіруге арналған құрылғы. Дыбыс колонкасы. Компьютерден, телефоннан, немесе басқа құрылғыдан шыққан дыбысты сыртқа шығаратын құрылғы. Бұл құрылғылардың барлығын біз күнделікті өмірде пайдаланып жүрміз. Енді оқушылар, файл деген ұғыммен танысайық. Файл бұл ақпараттың үйі десек болады. Файл компьютерде сақталған кез келген ақпарат. Файлдың түрлері мәтіндер, суреттер, музыка, бейнелер болып бөлінеді. Бұлардың түрлерімен және кеңейтіліммен келесі сабақта танысатын боламыз. Әр файлдың өз атауы болады. Келесі, бума дегеніміз не? Бума бұл файлдарды сақтайтын арнайы қорапша десек болады. Ол үйдегі жәшіктер сияқты. Бума ретке келтіреді, яғни файлдарды топтап бір ретке келтіреді. Келесі, табуды жеңілдетеді, қажетті файлды тез табу алуға көмектеседі. Келесі, қауіпсіздікті сақтайды, яғни файлдардың жоғалып кетуінен сақтайды. Жарлық бұл компьютердегі файлды және программаны ашуға арналған сілтеме.
мына жерде суретте көріп тұрғандарыңыздай мындай стрелканың суреті тұр. Яғни компьютерді пайдаланып жүрген оқушылар болса, осыны компьютердің бетінен байқауға болады. Мысал ретінде компьютерде ойын бар дейік. Ойынның жарлығын жұмыс үстеліне қойсан, ойын бірден шерткен кезде бізге оңай ашылатын болады. Маңызды жарлықты өшірсең де файл өшпейді. Файл өз орнында қала береді. Яғни біз келесі сабақта файл, бума және жарлықтарды құрудың жолдарын үйренетін боламыз. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыз қаншалықты түсінікті болды? Соны тексеру мақсатында келесі тапсырмаларды бірге орындап көрейік. Компьютердің басты құрылғысы қалай аталады? Ал оқушылар, ойланып жауап береміз. Ол бізде жүйелі блок деп аталады. Тамаша. Тінтуір қандай құрылғыға жатады? Ақпаратты шығару, ақпаратты енгізу, ақпаратты сақтау және ақпаратты өңдеу. Қай нұсқасы дұрыс деп ойлайсыздар? Әрине, ол ақпаратты енгізу құрылғысы. Тамаша. Монитордың негізгі қызметі: деректерді өңдеу, деректерді шығару, деректерді сақтау, деректерді енгізу. Яғни монитордың қызметі деректерді экранға шығару. Оқушылар? Тамаша. Принтер қандай құрылғы болып саналады? Жаңа сабақ барысында айтып кеттім мен. Ақпаратты енгізу, ақпаратты сақтау, ақпаратты шығару және жады құрылғысы дейді. Қай нұсқасы дұрыс? Яғни ол ақпаратты шығару құрылғысы. Жарайсыңдар. Ақпаратты қағазға басып шығаратын құрылғыны көрсетейік. Мына жерде суреттер берілген. Осы суреттердің ішінде қай құрылғы ақпаратты шығаруға арналған? Яғни ол бізде екінші нұсқа принтер. Жақсы оқушылар, келесі дыбысты шығару құрылғысына не жатады? Ал ойланып көрейік. Бірінші қандай сурет берілген бізде? Монитор берілген. Екіншісінде дыбыс колонкасы. Үшіншісі бізде тінтуір. Төртіншісі жүйелі блок. Қай нұсқа дұрыс? Яғни ол бізде екінші нұсқа дыбыс колонкасы. Жақсы оқушылар, жарайсыздар. Енді оқушылар, тағы да бір тапсырманы орындап көрейік. Бір атаумен сақталған программа немесе құжат. Яғни сабақты мұқият қарап тыңдаған болсаңыздар, жауабын табу оңай. Бұл бізде не деп аталады? Белгілі бір атаумен сақталған программа немесе құжат. Бұл бізде файл деп аталады. Жарайсыңдар. Файлдарды және басқа бумаларды жинақтап сақтайтын орын. Бұл бізде не деп аталады? Бума деп аталады. Тамаша. Келесі, компьютердегі файлды, буманы және программаны ашуға арналған сілтеме, яғни ол бізде жарлық деп аталады. Жақсы оқушылар, тамаша. Ал оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс берсеңіздер, сабақта қандай түсініксіз мәліметтер болды, қандай көп ақпараттар алдым деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Мен ойлаймын, оқушылар, бүгінгі сабақтан ешқандай сұрағым жоқ деген, кері байланысты бермейді деген ойдамын. Өйткені бүгінгі сабақта сіздер үшін
көп жаңа ақпараттар болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.